Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге нежность салатының рецептісін ұсынамын. Дәмі өте керемет, нәзік болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге міндетті түрде ұнайды. Және жасалу жолы оңай, әрі тойымды салат түрі. Қажетті құрам бөліктерді алдын ала суға пісіріп дайындап аламыз. Енді тауықтың төс етін қолымызбен үгітіп шығатын боламыз. Мен 2 тәрелке жасайтын боламын. Турасаңыздар да болады әрине, бірақ та үгітілмелі тауықтың төс еті өте нәзік көрінеді жеген кезде. Жасап көріңіздер. Енді осының үстіне шым-шым тұзымызды себетін боламыз. Майонезімізді жұқалап үстіне жағып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Барлық жеріне тегістеп майонезді жағып аламыз. Енді осының үстіне үккішіміздің ең жіңішке жағынан сәбізімізді өткізетін боламыз. Бір тәрелкеге бір сәбізден өткізетін боламын. Шанышқының көмегімен айналасына тегіс етіп жайып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді осының үстіне шым-шым сәл ғана тұзды себеміз. Оның үстіне майонезімізді жағып шығатын боламыз. Ендігі кезекте картобымызды өткіземіз. Бір тәрелкеге бір картоптан. Мұқият айналасына тегістеп жайып аламыз. Үстіне шым-шым тұзымызды себіп, майонезімізді жағып аламыз. 2 тәрелкеге 1,5 жұмыртқадан, жұмыртқаны да жіңішке үккіштен өткізіп, теңдей бөліп өткізетін боламыз. Үстіне майонезімізді жағамыз. Байқасаңыздар түс салған жоқпын, себебі бұның үстіне қазір үккіштің жіңішке бөлігінен өткізілген ірімшігімізді үстіне жайып шығамыз біркелкі етіп. Барлық жерін жабатындай етіп, комо ірімшігін пайдаландым. Егер таба алмасаңыздар, дүкендегі кез келген ірімшікті пайдалануға болады. Дәмі деген өте керемет салат түрі. Мінекей, сонымен салатымыз дайын. Бірден ұсынсаңыздар да болады, немесе 30-35 минуттан кейін де ұсынсаңыздар бір-біріне сіңіп өте керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Егер менің арнам сізге ұнап пайдалы болып жатырса, арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира.